Namaz en жақсы оқығандар Орта Азиялықтар дейді да. Мен бірдеңе айтып берейін сіздерге. Жоғарғы кеңеште бір тақсыр іштейді. Айтады бір күн дейді, мен дейді намаз жаңа оқып қалдым дейді да. Ана намаз оқығанда қимылдабаш керек дегенді білдім дейді да. Ана намаз оқып отам, бір малды оқығам дейді, мұрдым құйылды дейді. Тартып берейін десем, намаз бұзылып қалады деп қорқамын дейді. Оқып отам, мұрдым түсіп оозыма жетіп қалды дейді. Анан бұл жағында жарына қалды дейді. Тартып берейін десем, намазым бұзылып қалды, қорқып тұрсам дейді. Bir malda біреу жаныма келіп намазға тұр дейді. Бетаршысын алып, мұрдымы жақсылап аршып, таптыра қылып, шөнтегіне салып, ана намазға менімен қосылып оқыды дағы дейді. Салам бергенден кейін мен аны көрген күртпей кетіп қалды дейді. Көзімен мұрдым аршыды дейді. Мен мұрдым орда көзімен ағып баштады дейді. Егер ислам ушул болса, мұсылманшылық ушул болса, мені мұрдымдағы таптаза екен дейді. Азылап арш шөнтегіне салып кетті. Мен мындан кейін дінді таштабайым дедім дейді. Ошондойн даватқа чыгып